Ер адам әйелді әйел өзінің әлсіздігін көрсеткенде ғана түсінеді. Егер әйел күш пен табандылық танытса, ер адам онымен еркек сияқты қақтығысады. Әйелі бар еркекті арбауға болады, әйелі бар еркекті азғыруға болады. Бірақ сүйікті әйелі бар еркекті арбауға да, азғыруға да келмейді. Ер адам кешірмейді, ұмытады. Ал әйел ол бәрін кешіреді, бірақ ешқашан ұмытпайды. Ер адам әрқашан әйелдің алғашқы махаббаты болғысы келеді. Әйелдер мұндай мәселелерде аса сезімтал. Олар ер адамның соңғы махаббаты болғысы келеді. Ер адамның әйелі туралы не ойлайтынын, оның жалпы әйелдер туралы айтқанына қарап бағалауға болады. Әйелдің сүйіспеншілігінен тазартылмайынша, оның батылдығымен шыңдалмайынша, және оның үкімімен басшылыққа алынбайынша, ешбір еркек шынымен өмір сүрген емес. Әрбір әйелдің қателігі еркектің кінәсі. Ер адам өзі көрген бақыттан, әйел өзі әкелген бақыттан ләззат алады. Күнделікті өмірде адам өзін жаратушы және билеуші ретінде сезінуі керек. Сонда ғана ол одан толық ләззат ала алады. Көптеген әйелдер ер адамның жүрегін жаулай алады, бірақ олардың біразы ғана оны басқара алады. Әкеге жақсы ол қуаныш, жаман ол қайғы. Жақсы ол бүкіл әлемге қымбат. Әйел жаман болса, қонақ кетеді, ұлы жаман болса, бақыт кетеді. Жалқау мойнындағы ілмектен де жаман. Әкеңмен мақтанба, жақсы ұлыңмен мақтан. Жаман баласына қарап, әке қартаяды.